өзім елге келгенде қуанам, бір жағынан жаңа сондай істерді көріп ашынам да. Өзім ұлтымның сондай әлсіз болып кеткенін, сондай қорқақ екенін, біздің Қытайдағы қазақтардан олардың бұл жердегі қазақтардың ешқандай өзгеріс жоқ, тең екенін көрдім де. Сол қорқақ қазақ, бұл жерде де сол қорқақ қазақ. Білмеймін, неден жасқанатынын білмеймін. Біреу кеуде көтеріп сөйлесе, бұл мынау қайдан келді, кешеге бұлай сөйлеп жатыр деп мүмкін мені де айтады да. Сондай да, неге ондай екенін білмеймін де. Неге бір қазақ бүйтіп сөйлесін, бұлай айтсын демейді де. Неге бізде ондай ұлттық, сондай бір-бірімізді неге жек көретінін білмеймін де мен. Неге бір-бірімізді жақсы көрмейтінін түсінбеймін де. Мені шын айтсам спортта жүрдім. Спортта мүмкін нәтиже алармын, алмаспын да. Бірақ өзімнің жеңетін алатыныма сенемін да. Бірақ мен ең қызықтыратын өзім қызығамын да, неге екенін білмеймін. Дүниенің әр жеріне барсам қазақтарды іздеп, соларды көремін деп. Құлдық өмірде жүргеннен кейін әрбір қазақтың жүрегінде құлдық сана сезім қанына өтіп кеткен екен. Мүмкін мен батырмыз, біз қонақжаймыз деп айтады ғой әрбір қазақ семьясына барсаңыз. Ол бұрын болған деп айтамын да мен. Ұлтжанды, нағыз ұлтын сүйетін ағаларымыз кезіндегі аталарымыздың басын кескеннен кейін, ылғи тексіз бір бойында қазақ қаны жоқ, қазақтың қаны ішетіндер қазақты басқарған ба, бір шаталар қалғандай сезінеді ма?